Ассаламағалейкум, қымбатты көрермен. Біздің кезекті бағдарламамыздың саны бұл Астана қаласындағы Шабыт өнер университетінің 25 жылдық мерейтойына арналған мерекелік бағдарламалардың кезекті саны. Хош келдіңіздер. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы өнер университетінің белді педагогы, педагогия ғылымдарының кандидаты профессор Ижанов Байқоңыр Ижанұлы. Хош келдіңіз аға. Хош көрдік. Мереке құтты болсын. Біздің өнер ордасының 25 жылдығы мерейтой. Енді бұлай с высоты птичьего полета деп орысша айтқанда 25 жыл енді аз уақыт болып көрінер. Бірақ 25 жылдың ішінде біздің өнер ордасына қазір елімізге танымал білікті мамандар да шығып жатыр. Бұл бағдарламаның енді негізгі мақсаты халыққа бізде осындай университет бар екенін таныту, білікті мамандар жұмыс істеп жатқанын таныту. Сол бағытта жасалып жатқан бағдарлама, сондықтан бағдарламамызға қош келдіңіз аға. Енді алғашқы сұрақ, енді өзіңіз жайлы біраз әңгімелеп берсеңіз. Жалпы осы мамандыққа қалай келдіңіз? Өйткені сценография мамандығы, сәулет өнері, бұл көбісі біле бермейтін, ондай мамандық бар екенін біле бермейтін мамандықтың бірі. Қалай келдіңіз бұл жақ, осы салаға? Қысқаша айтсам, әуелі осы бала күнімнен мектепте оқығаннан осы суретпен айналыстым. Мектептегі жаңағы көрмелерменен мектептің шоу газеттерін, басқа да одан кейін совхоздың безендіру жұмыстарымен осы бала күнімнен айналыстым. Содан барып, әрине, оның әрі қарай жалғасы әскерде жүргенде кейіннен осы Жезқазған педагогикалық институтының көркем сурет факультетіне түстім. Соны ойдағыдай жаңағы жақсы бітіргеннен кейін мені кафедраға мұғалім болып алып қалды. Кафедрада сол бітіргеннен бастап сонда қызмет істедім, сабақ бердім. Одан кейіннен әрине Москваға аспирантураға түсіп, Мәскеудегі педагогикалық университетінің осы бейнелеу өнері мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғап келдім. Кейіннен мынау Евразия ұлттық университеті шақыруымен сонда болдым да, одан кейін барып 2011 жылы осы ұлттық өнер университетінде конкурспенен профессорлық міндет жұмысқа шақырылғаннан кейін содан өттім. Әрине, оның енді басты дүниесі сол осы өнер саласындағы керемет жақсы білікті мамандар дайындау. Міне арқа төсіндегі осы 25 жыл бұрын құрылған ұлттық өнер университетінің алғашқы бір бастауларында әрине мынау музыка мамандары болды. Арқа өңіріне, осы батыс өңірлеріне, бәріне де керекті бүкіл театр менен жалпы мәдениет саласына керекті өнер адамдары қажеттіктен осы өте дұрыс ойластырылып ашылған оқу орны деп есептеймін. Содан кейін 2010 жылы біздің көркем өнер факультеті ашылды. Ең кенже кейіннен ашылған факультет осы біздің факультетіміз. Бірақ міне қазір 12 жыл болды біздің факультеттің ашылғаны. Сол 12 жылдың ішінде алғашқы күннен мен есімде бары сол мамандар жетіспейді, бірі келеді, бірі кетеді деген сияқты. Содан алғашқы кафедра ашылды. Сонда кафедра ашылғанда 2011 жылы бірінші осы бейнелеу өнер мамандығы бойынша кафедра меңгерушісі болып тағайындады. Содан бастап біз жан-жақтан іздестіріп білікті мамандарды шақырдық. Оның ішінде Мәскеудің Суриков атындағы университетін бітірген, Санкт-Петербургтың Репин атындағы өнер институтын бітірген, Омскінің тағы да білікті ғылыми дәрежесі бар азаматтарды шақырып, өзіміз осы факультетке мамандыққа тікелей биік деңгейде дәрежелі жаңағындай сауатты оқытушыларды шақырып, соларменен қалыптастырдық. Міне күні бүгінге дейін қазір бізде
бірнеше жаңа мамандықтар ашылды, факультетіміз кеңейді. Кешегі мысалға алғашқы ашылғандай емес, қазір студенттеріміздің өзі қаншама осы Қазақстанға, одан да сыртқа өңірлерге танымал бола бастады. Мысалы, тек қана біздің 4 студентіміз Қазақстанның мемлекеттік дарын жастар сыйлығын алды. Студент кезінде мысалы мемлекеттік дарын сыйлығын алу дегеніңіз ол үлкен көрсеткіш. Ол үшін бірнеше конкурстарға қатысып, сонdan жетістіктер. Одан кейін ғылыми жұмыспен айналысу. Біздің студенттерімізді осы университеттің өзінде халықаралық деңгейдегі мысалы ғылыми конференцияларға қатысып, республикалық деңгейде бірнеше жағындай лауреаттар болған осы ғылыми баяндамаларыменен сондай студенттерімізді қазір шықты. Міне біз үшін ол тек қана мақтаныш емес, біздің жаңағы берген дәрістерімізбенен үлкен білімнің деңгейі дәрежесі деп есептейміз. Қазіргі кезде Қазақстанда өтіп жатқан бірнеше республикалық, халықаралық дәрежедегі конкурстар бар. Оның ішінде шабыт конкурсы, Дельфи ойындары, шаттық тағысын тағы. Міне осылардың бәріне біздің студенттеріміз қатысып, керемет жоғары деңгейде дәрежелерге жетіп, тіпті Турцияға, Европа мемлекеттеріне де мынау қолданбалы сәндік өнер саласынан да бірнеше жүлделерді алып келді. Ал енді тек қана ең соңғы айтарым, мына қазан айында Душанбе қаласында өткен халықаралық ТМД мемлекеттерінің Дельфи ойындары 16-шы өтті. Сонда осы бейнелеу өнерінен алтын медалды біздің студентіміз жеңіп алды. Сосын қол өнерінен күміс медаль алды бір студентіміз. Бұл деген әрине тек қана республика емес, жалпы осы халықаралық деңгейдегі үлкен жетістіктер деп есептеймін. Міне сондықтан біздің қазір мұғалімдарымыз сабақ беріп жүрген күнделікті кескіндемеден, мүсіннен, графикалық басқа да осы өнер саласынан сабақ беріп жүрген оқытушыларымыз кәсіби деңгейде сурет салатын белгілі танымал суретшілер. Қазақстанның суретшілер одағының мүшелері, үлкен лауазымдары, қаншама конкурстарға жылда өздерінің жекелеген конкурс көрмелерін өткізіп жүрген білікті ұстаздар. Олардың ішінде жаңағы Қазақстанға танымал, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері, профессорлар, мүсін өнерінде, жаңағы бейнелеу, кескіндеме өнеріндегі осы Қазақстандағы белгілі өнер қайраткерлері қазір дәріс беріп, студенттерді баулып, үлкен жолдарға бағыттап жатыр. Біз кеше ғана факультетті құрылғатын болсақ, бүгінгі күнде біздің бұл мамандықтың ең алғашқысында мектебіміз бар. Ол мектептен кейін колледжіміз бар. Колледжден кейін жаңағы бакалаврды оқиды 4 жыл. Бакалаврдан кейін магистратура ашқанбыз. Яғни өзіміз ғылыми мамандықтарды да өзімізде дайындаймыз. Міне кафедраның, факультеттің деңгейі, жалпы құрамы, тыныс тіршілігі әлдеқайда кеңейіп, қаншама жаңадан мамандықтар ашылды. Кейінгі жылдары дизайн мамандықтары, оның ішінде графикалық, сәулет өнері бағытындағы, сосын металл өңдеу, реставрация, кескіндеме, сосын кейін жарық техникасына байланысты. Жалпы біздің факультеттің негізгі мамандығының басым көпшілігі театрмен байланысты, кино өнерімен байланысты. Жаңағы театрды сахнасын безендіру, көркемдеу, оны суреттеу, оның декорациясын жасау, артистерді кино, театр, телевидениедағы гримдеу деген сияқты. Оның театр костюмын дайындайтын мамандар. Мұны қарасаңыз, өзі университетте қаншама осы театр өнері, кино өнері, телевидение өнерінің мамандарын дайындайтын болса, соған да лайықты біз де өнер саласынан өзіміз мамандық дайындаймыз. Яғни біздің бүкіл мамандығымыздың бағыты осы театр мен кино мен телевидениемен тығыз байланысты.
Міне бұл әрине бір-бірімізді толықтыру, бір-бірімізге деген жаңағындай көмек, консультация, немесе ғылыми жұмыстар атқаруға бәріне көптеген мүмкіншіліктері бар. Байқоңыр аға, мынандай сұрақ. Енді қазір көріп отқан біздің бағдарламаны көріп отырған бір жас жеткіншектер бар шығар. Қолдарына қалам алып, жақсы сурет Алла тағала берген, бойына дарыны бар балалар ертең өзінің сол бойындағы дарынды ары қарай қалай шыңдаймын деген сұрақтар, көкейінде сұрақ туып жатса, тарқатып айтайықшы, сіздерде көркем сурет факультеті. Жалпы былай енді көркем сурет деген кезде бірден маймен сурет салу, сондай сіздердің факультеттеріңізде қандай мамандықтар дайындайды? Осы жағын айтып берсеңіз. Бірінші кезеңде жаңағы алғашқылардың бірі болып ашылған мынау кескіндеме. Яғни суретші мынау қондырғылы дейді, кескіндеме. Яғни кәдімгідегі қондырғылы, қазіргі жалпы халықтың балалардың да көріп жүрген мынау қағазға, картонға, не болмаса кенепке салынған суреттері, ол қондырғылы. Яғни арнайы қондырғы, станок дейміз, соның үстіне мольбертке қойылған суреттерді салып машықтанатын сол жаңағы қондырғылы кескіндеме дейміз. Одан кейінгі монументалды кескіндеме. Бұл монументалды мынау көп жағдайда қоғамдық орындардағы үлкен құрылымдардың сыртында анау мозаика түрлі түсті, не болмаса үлкен жазулар тұтас қабырғаға салынған. Ол мемлекеттің негізге мынау саяси ұстанған бағытының өнерге байланысты, жастарға байланысты осыны дәріптеуге арналған жаңағы монументалды шығармалар. Ол монументалды шығармалар көп жылға, көп уақытқа арнап салынатын, сондай өзіндік ерекше жағында ұстанған бағыттары бар. Мысалы, қазір Алматыдағы метроларды қарсаңыз, метроның ішіне кірсеңіз, сол жаңағы монументалды жұмыстарды көресіз бірден. Үйдің сыртындағы муралдар. Үйдің сыртындағы муралдар бәрі осы монументалды жұмыстар. Бұл әрине екеуі бір-біріне қарама-қайшы емес, бірін-бірі толықтыратын осындай өнердің саласы. Одан кейін мүсін өнері. Мүсін өнері кәдімгідей шағын мүсіннен бастап, жұмыр басты, үлкен ескерткіштерге дейін, монументалды ансамбльдерді жасауға дейін оқытатын. Орысша айтқан скульптура. Скульптура. Ал енді қазіргі біздің мүсіншілеріміз, оның ішінде Қазақстанға танымал белгілі мүсінші, педагогика ғылымдарының кандидаты профессор Мұхамеджанов Бақытбек Акажанович қазір Семей қаласында Әлихан Бөкейхановтың ескерткішін қойды. Осы Астанада Гумилевтің ескерткішін қойды. Сол сияқты Атырауда, басқа да қалаларда, сол Ақтөбеде Хиоз Доспанованың ескерткіші. Міне осындай жұмыстарды біздің жаңағы студенттеріміз сол ағаларыменен, атақты жаңағы ұстаздарыменен бірге жүріп қаншама шығармалар. Біздің қазір сол шәкірттерімізде осы қалада, басқа қалаларда үлкен монументалды жұмыстар жасап жүр. Танымал болып, мүсінші болып жүр. Біз әрине мақтанамыз бір жағынан. Екінші жағынан ол біздің оқытқан мамандарымыздың осындай биік деңгейге көтерілгені, әрине ол біздің университеттің берген білімі, жасаған жағдайы, осыншама мамандарды дайындаған ерекше құрметті деп есептеймін. Кескіндеме дедіңіз? Мүсін, монументалды кескіндеме, сосын кейін реставрация. Бұл енді мынау министрліктен арнайы ұсыныс болды. Біздің Қазақстанда қаншама мысалы көне шығармалар бар. Олардың бәрі мысалы қирағаны, бүлінгені, тағы дүниелері бар. Соны жөндеп, өңдеп, реставрация жасайтын маман жоқ. Қазақстанда дайындайтын оқу орындары жоқ. Осы орайда біздің жаңағы кафедрамыз арнайы соны дайындады. Міне биыл бірінші жаңағындай бітіретін түлектеріміз биыл дайындалып отыр. Қазақстан бойынша реставраторлар дайындайтын жоғарғы оқу орны бізде ғана ма сонда? Әзірше бізде
Алматыда да бар, бірақ олардың қаншалықты сондай деңгейде екенін мен онша біле қоймаймын. Олар да кейінде ғана ашылып сөйтіп жатыр. А басқа жоқ. Ал енді болмаса енді Ресейде, Москвада, Строганов университетінде үлкен не бар, факультеттер бар, бірнеше бағыттарда. Міне бізге ол қажет Қазақстанға. Қажет болғандықтан міне біз аштық, қазір мамандар жақсы жұмыстар жасап жатыр. Енді одан басқа, мысалы, қазір дизайн мамандығы. Енді мынау 21-ші ғасырда дизайн мамандығы деген өте бүкіл салада дамып, компьютермен болсын, графикалық дизайн, сәулет дизайны, мынау интерьерді безендіру, костюм дизайны. Костюм дизайны бәрі өте жақсы. Жастар өте жақсы көреді. Сол мамандықтарға көп келеді. Міне осы мамандықтар бойынша біз жаңағы жастарды қабылдаймыз. Ал енді кейде ата-аналар келіп сұрағанда біз негізінен айтамыз. Бізге көбінесе жаңағы арнайы мектептен, колледжден, не болмаса өнер мектептерін бітіріп, алғашқы жаңағы сурет салу мамандығына машықтанған балаларды алуға тырысамыз. Олар әрі қарай жалғастырып, жақсы алып кете алады. Мысалы, бірден орта мектепті бітіре салып келген балаларға өте қиналады. Өйткені, мысалға, қараңызшы өзіңіз, 4 жыл колледжді бітіріп келген бала менен мектепті жаңа бітіріп келген бала екеуі айырмашылығы жер мен көктей. Біз ана мектепті бітіріп келген балаға қарындашты ұстаудан бастап үйретуіміз керек. Ал колледж бітіріп келген балалар мына кенепке майлы бояумен сурет жазады. Мүлде басқа. Дегенмен, егер қабілеті жақсы болып тұрса, мысалы, өте талпынысы мол бола болса, ол түсе алады ғой? Әрине түсе алады. Бізде ол қиянат жасап, міндетті түрде мынаны аламыз, мынаны алмаймыз деген ол ережеде жоқ нәрсе. Ережеден жоқ. Бәрі конкурсқа бірдей түседі. Сондықтан сол қайсының балы, қайсының жағындай шеберлігі жоғары болатын болса, сол түседі. Қазіргі кезде де сол мектепті ғана бітіріп келгендердің ішінде түскендер бар. Көбісі мектепте жүріп, өнер мектептеріне қосымша қатысатындар бар. Не болмаса бір суретшілермен қосымша жаңа біліктілік, өзінің өнерге деген шеберлігін танытқан балалар болады. Міне оған ешқандай да қарсылық жасамаймыз. Міне ол енді графика болатын болса, жаңағы дизайн, мынау киім дизайны, оның ішінде жаңағы театр костюмы дейді. Театр костюмы ол өз алдында бір үлкен кең ғажап мамандық. Театрдың ішінде бірнеше спектакльдер, бірнеше тарихи да қазіргі заман соларға арнайы жаңағы костюм киім дайындайтын суретші. Оның өзінің көзқарасы, өзінің жаңағы сол театрдың мазмұнына, дүниесіне бәріне лайық болуын ол әбден зерттеп оқып тұрады. Міне бұл сол сияқты металл өңдеу. Металл өңдеу, оның жаңағында зергерлік жұмыстар жасайды. Міне ол да бізде бар. Бутафорлар бар ма? Бар. Содан кейін жаңағы театрды технологиясы және оны безендіру театрда. Театрда, сосын кейін жаңағы мынау телевидениені, киноны. Бұл салада алғашқы мамандық болып ашылғандардың бірі осы бізде, және де өте жақсы білікті Серікжан Балтаев мұғалім бар. Ол көптен сол өз театрда істеген, қаншама осы безендіру жұмыстерін шет мемлекеттерде де арнайы дәріс алған. Міне бұл салада алғашқы келіп ашқан мамандардың бірі осы Серікжан. Есімде әлгіндей факультетіміз ашылған кезде тіпті не көрнекілік жоқ, не жағындай қоятын балаларға көрсететіндей атрибуттар ештеме жоқ. Содан университетке келген пианино менен рояльдардың сыртындағы картоннан жасаған қорапшаларын біз сұрап алдық. Сөйтіп оны бұзып қаншама макеттер жасап, қаншама көрнекі құралдар бәрін содан дайындадық. Ол алғашқы мінекей біздің студенттерге арнап жасаған дүниелеріміз. Қазір қарасаңыз, енді уже көптеген
мынау жаңа техникалар, компьютерлер, оның бәріне қазір мысалы Серікжан экрандарымен бәрімен жабдықтады. Қазіргі студенттеріміз міне бүгінгі күннің талабына сай қаншама техникаларды, қаншама сәндік дүниелерді безендіру жағдайларын бәрін меңгеруге толық мүмкіншілігі бар қазір. Енді біздің дәстүрлі сұрағымыз, педагогия ғылымдарының кандидатысыз. Жақсы педагог болу үшін не керек? Әрине, жақсы педагог болу үшін бірінші білімділік керек. Оқу керек, үнемі оқу керек. Үнемі оқу дегеніміз қазір мынау өнер саласында, ғылым саласында, педагогика саласында да қаншама жаңа жетістіктер, жаңа әдістемелер, жаңа мысалы шеберліктердің дүниелері, осылардан еш уақытта қалыс қалмау керек. Күнделікті осының бәрін оқып, содан кейін арнайы жаңағы курстардан уақытында өтіп отыру керек. Ізденіс керек. Міне сонда ол өсет. Ал енді олай өспесе, оқымаса, дайындалмаса, күнделікті ізденбесе, ол ешқашанда өсу деген болмайды. Содан кейін студенттермен жұмыс істеу керек, студенттердің психологиясын тану керек, олардың әрқайсысының мінез құлқын, оларға қалай дәріс берудің әдістемесін әбден меңгеру керек. Ол үшін адам жалықпай еңбектену өте қажет. Еңбектену. Ол еңбек жаңағы әдістемелік шеберліктің бәрі жылдап қалыптасады, жылдап адамның санасына, педагогтың ақылына, жаңа шеберлігіне шыңдалатын дүние. Міне солай сонда барып, әрине жақсы маман дайындайсың. Мен өзім мынау көбінесе ғылыми жұмыстармен айналысқаннан кейін, соны бірінші курстан бастап, студенттің жаңағы берген тапсырманы реферат болсын, бір жапырақ жаңағындай аннотация болсын жазғанына бірден көңіл бөлем. Қайсы қандай ой өрісін, жаңағы дүние танымын, соған байланысты, сосын кейін сол төменгі курстан бастап ғылыми жұмысқа біртіндеп машықтап, біртіндеп жетектей бастаймын. Оны жаңағындай кафедраның, одан кейін университеттің конференцияларына қатыстырып, әрі қарай содан кейін барып үлкен халықаралық деңгейдегі конференция, сосын дипломдық жұмысында ол қиналмай-ақ бәрін орындап, әрі қарай сосын кейін магистратураға кетеді. Қазір магистратурада оқып жүрген магистранттарымыз күні кеше өзімізде оқып бітірген өзіміздің түлектеріміз. Міне сол машықтанып келіп, әрі қарай ғылыми жұмысқа жол алып кетті. Оған қуанамыз әрине. Байқоңыр аға, жаңа сіз сценография, театр өнері деген кезде ішім жылып қоя берді, енді өзім актер болғандықтан шығар. Қазір театрларда сценографтар, бутафорлар, декораторлар жоқтың қасы. Біздің Қалеки театрының өзінде қазір ізденіс үстінде жақсы суретші. Сіздердің осы саладағы ашылған факультетке қанша болды? 12 жыл болды. 12 жыл болды. 12 жылда шыққан түлектер қайда? Неге келмей театрларға? Неге олар жұмыс істемейді? Шыққан түлектер жұмыс істеп жатыр. Көбісі ол театрға бармаған түлегіміз жоқ. Бірақ бізде көп бала шықпайды. Көбінесе жаңағындай 4-5 қана бала дайындалады жылына. Өйткені гранттың өзі мөлшері сондай ғана. Одан артық грант бермейді. Сосын сол грантқа ғана түседі, көбінесе сосын барып ол бітіргендер Қазақстанның бірнеше театрында, Алматының анау үлкен Мұхтар Әуезов атындағы үлкен театрында да жұмыс істеп жүр. Осы Астанадағы театрларда да істеп жүрген жаңа мамандар бар. Оған қоса тағы айтайын. Біздің ана студенттеріміз де, қазір оқып жүрген магистранттарымыз да арасында жаңағында практикалық өзінің мамандығын әрі қарай шыңдау мақсатында жаңағы театрлармен тығыз байланысты жұмыс істейді. Арасына барып жол жаңағындай кейбір спектакльдерге байланысты көмектерін, өздерінің жаңағындай шеберліктерін соларда шыңдап сөйтіп отырады. Оған жаңағы біріншіден дәріс беретін
Серікжан Балтаев болатын болса, тағы да басқа анау театрда осы салада жұмыс істейтін мынау орыс театрының жаңағы сценографы, ол кісі де бізде сабақ береді. Ол кісі де жаңағындай осы студенттерімізді соған бағыттайды. Олар негізгі бүкіл тәжірибелік сабақтарын бәрін сол театрларда өтеді. Яғни сол студент кезінен ақ уже театрмен тығыз байланыста болады. Әрі қарай сосын кейін үлкен маман болуға меніңше дұрыс бағыт жоспарланған бағдарлама. Енді 90 сөзін толықтай түйіндесек, яғни біздің шабыт өнеріміздің тек қана көркем сурет факультетінде бір 10-15 шақты мамандыққа даярлайтын нелер бар? Мамандықтар бар. Тек қана бір көркем сурет факультетінде ғана. Енді бір соңғы сауал, мен енді рас па өтірік па білмеймін, мынандай әңгіме естігем. Москвадағы, шатаспасам, ГИТИСта, мысалы, актерлар биыл дипломдық жұмыспен, енді актерлар, яғни олар спектакль қояды. 10-15 бала бітіріп шығады, белік. Енді олар спектаклін қоятын кезде, сол ГИТИСке қарасты дизайнерлермен, яғни киім бойынша, бутафорлармен, продюсерлері бар, режиссері бар, бәрі жұмылып бір спектакль шығарады екен. Яғни режиссер мамандығында оқып атқан бітіретін бала сол спектакльді қояды, актерлар өзінің тура театрдағыдай. Дизайнерлер келіп спектакльдің эскизін сызады, бутафорлар бутафориясын дайындайды, киім үлгісін тігетін дизайнерлерге киім үлгісін жасайды. Енді қай жақта тігеді, ол қалай жасалады, ол жағын білмедім. Бірақ бір спектакльмен қаншама факультет, қаншама мамандық балалары дипломдарын қорғап шығады. Өте ыңғайлы нәрсе, бір жағынан қарасақ. Осындай нәрсені біздің өнер ордамызда қолға алуға бола ма? Егер болатын болса, оған не істелу керек? Бұл салада шын мәнді мен мынау жаңағы Серікжанменен көп әңгімелесіп, көп осындай шаруалар бойынша сұхбаттасамыз. Серікжан енді ол тәжірибелі Алматының жоғары оқу орнын бітіріп келіп, қаншама театрлардан дәріс алған азамат болғандықтан, бұл бағытты жақсы түсінеді. Сол өзіміздің осы университеттің театр мамандығында, басқа да мамандықтарында жұмыс істейтін, сабақ беретін оқытушыларыменен де кейде айтады. Бізбенен тығыз байланыс жасаңыздар. Спектакльдеріңізге біз де жаңағындай безендіру жұмысына, басқасына бірге ат салысып, бір спектакльдің жаңағы дипломдық шешімін бәрін бірге алып шығайық. Бірге көт. Сонда біздің мамандықта жаңағы түлектері де осы бір спектакльдің айналасында қаншама дүниені ұғады, меңгереді деген сияқты шаруаларды көтеріп жүр. Және де мынау театр мамандығындағы оқытушыларды кейде шақырады консультациясына. Сосын кейін дипломдық жағын қорғауға шақырады. Әрине, тіпті осы кейінгі 1-2 жылда сол театралдардың оқу залдары бар, оқу театр залы. Біздің жаңағы техника безендіру бағытындағы сценографтар солардың залында қазір дипломдық қорғауды шығарып жүр. Кейінгі 2 жыл болды, солай бағытталды. Яғни олар сол ана сахнаны сезіну керек. Яғни бұны істеуге болады ғой? Иә, болады. Әбден болады. Мысалы, біз қазір 4-ші курспыз, диплом спектакль дайындап жатырмыз. Бізге қазір өте, мысалы, сол спектакльдің декорациясын, шешім табу керек болып отыр. Мен, мысалы, педагог ретінде осыны сіздерге келіп қолға алуыма болады ғой? Болады, әбден болады. Бұл әрине сол театр мамандығына да, біздің жағындай сахнаны безендіру мамандығына да үлкен толық мүмкіншілігі бар. Олардың бүкіл жаңағы шеберлігін шыңдайды. Өздерінің ақыл санасын сол ана спектакльдің бүкіл мазмұндық құндылығын айқындауға да бірден көңіл. Сондықтан
өте жақсы ұсыныс. бағыт, ұсынысыңыз дұрыс. Оны қолдау керек те, ары қарай оны іске асыру керек. Онда мен сіздердің факультеттеріңізге міндетті түрде ертең бар күні кіріп шығармын. Рахмет аға, Байқоңыр аға, көп-көп келгеніңізге көп-көп рахмет. Уақыт шектеулі ғой, түсінесіз. Енді мына 25 жылдық болғаннан кейін ортақ той, ортақ мереке құтты болсын. Камераңызға қарап, осы өнер ордасында істеп жатқан әріптестеріңізді, оқып жатқан біздің шәкірттерімізді екі ауыз сөзбен құттықтап шықсаңыз. Біздің ұлттық өнер университетінің ұжымына, студенттеріне, магистранттарына, барлық профессор оқытушыларына 25 жылдық біздің университеттің үлкен мерейтойыменен барлықтарыңызды құттықтаймын. Біздің университетіміз дамып, ары қарай биіктей шыңдай берсін, өрісі кеңейіп, мамандықтарды жоғары деңгейде дайындап, әлемдік деңгейде, халықаралық деңгейлерде танымал болатын үлкен лауреаттар менен білікті мамандар шыға берсін деп әрқашанда тілеймін. Құтты болсын. Рахмет аға. Біз енді өз тарапымыздан сіздердің факультеттеріңізге керегесі кеңейе берсін дейміз. Әлі де мамандықтар қосыла берсін. Тығыз байланыста саналды, сапалы шәкірттеріміз көбейе берсін дейміз. Көп-көп рахмет. Келгеніңізге рахмет. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермен, кезекті санымыз осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.